Hayırlı gün, smetаник пирогын ұсынамын. Тестосы өте керемет. YouTube каналымда бар негізінде. Видеоны соңына шейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, тіркеле кетіңіздер. Мына рецебі кішкене басқашалау. Өте керемет болып дайындалады. Бетін әсемдесеңіздер де болады, әсемдесеңіз өздерінің қалауларыңызша. Ұнға сары майымызды қосып, песочный тесто жасаймыз. Қолымызбен жақсылап мыжғылап, нетеміз. Майы біргеліп болып, онымен песочный болып шығу керек. Осылайынан жақсылап тұрып. Песочный жасаймыз, бір жұмыртқа қосып, жақсылап елейміз. Өте жұмсақ болу керек, қолға жабысқақ болу керек. Піскенде өте жұмсақ, песочный болып шығады. Осылай разрыхлитель қосамыз, бір қасық араластырамыз жақсылап. Елеп болған соң қантты қосамыз, міне. Жақсылап араластырамыз. Содан кейін бір жұмыртқа қосып жақсылап елейміз. Холодильникке жарты сағатқа немесе 1 сағатқа қойып қоямыз тоңазытқышқа. Содан кейін начинкасын дайындаймыз. Ортасын шоңқыратамыз, бір жұмыртқаны қосып елейміз. Осы қалды. Салапанға салабымыз, осылай аузын бәрін жақсылап жауып. Енді начинкасы. 400 грамм қаймақ. Менде бір пачкасын қоссам. Менде форма 30 диаметр. 28 ба? 28. Оның үстіне 4 жұмыртқа қосамыз. Енді творогымызды қосамыз, 150 грамм. Сүзбелі бәліш өте керемет болып шығады.
Енді қант 100 грамм, жұмыртқам. Егер де творогтарыңыз, ірімшіктеріңіз ірі сондай болатын болса, онда блендермен езіп саламыз. Блендермен етеміз, үгітеміз. Егер де осы творогтарыңыз майда әдемі болатын болса, онда вилкамен араластыра береміз. Тек жақсылап араластырамыз. Осылай езгілеп, творогы езілу керек. Осылай жақсылап араластырып алдық. Енді міне формамызға нанымызды саламыз тегістеп. Мына осылайынан. Астын қалыңдау қылдым, шеттерін жұқалау қылдым. Сонда шеттері әдемі болып, асты қалыңдау піседі. Тураған кезде бөлініп қалмайды, әдемі болып тұрады. Осылайынан шеттерін бәрін жақсылап аламыз да, содан кейін қазір вилкамен жақсылап тесеміз. Осылайынан. Енді қазір салмамызды саламыз. Содан кейін қамыры қызарғанша пісіреміз. Енді міне салмамызды саламыз осылайынан. Қазір осылайынан тегістеп қалғанын саламын. Енді духовкамызға, пешімізге салып 30 минут пісіреміз қазір. Менде міне клубника. Осылайынан бетін әдеміледім. Қалауларыңызша әдемілейсіздер. Бұл міндетті емес үстін әдемілеп нетуге. Міне пісіп шықты, менде әдемі болып шықты. Видеоның соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше қош сау болып тұрыңыздар.